сот көмекшілері бұл 1-2 жыл қызмет еткеннен кейін көмекші болды. Ертеңгі судья, сен қоғамға қалай болғанда тәуелдісің дейді. Тәуелдігіміз бұл заңға тәуелдіміз. Заңда өстіп, ақ парақта қарамен жазылып тұрғаса, біз оны қалай қолданатын басқа? Заңды шығарушы орган өз мүмкіндіктерін қолдана отырып, заңдағы кемшін тұстарды, нормаларды түзеуі керек. Қадірлі ағайын, құрметті ханымдар мен мырзалар, заң үстемдігі бағдарламасына қош келдіңіздер. Біздің бүгінгі бағдарламамыздың қонағы Әмір Душан Сарманқұлұлы, Судьялар одағының төрағасы. Душан Сарманқұлұлы, біз енді сізбен бірінші күн сұхбаттасып отырған жоқпыз. Бұған дейін де басқа арналарда, осы YouTube бағдарламаларда сізбен біраз сұхбат құрдық. Біз ол кезде сізді Қазақстан Республикасының жоғарғы сотының қылмыстық істер бойынша судьясы ретінде жақын тартып, сол жерде біраз мәселелерді көтерсек, бүгінде сіз жақында өткен судьялар одағының съезінде бір ауыздан судьялар қауымының сайлауы мен судьялар одағының төрағасы болып сайландыңыз. Биік мәртебелі лауазымыңыз құтты болсын. Рахмет. Енді судьялар одағы осы төрағаны сайлау деген сөз, енді менің ойымша демократияның қағидаттарын сақтана отырып тағайындалмалы емес, шын мәнінде бәрі келісімге келген бір құрметті лауазым. Сондықтан да судьялар одағын судьялар қауымы жақсы білгенімен, жалпы көпшілік біле бермейді, негізгі мақсаттары қандай, міндеттеріне не жатады. Рахмет. Өте орынды сұрақты деп есептеймін. Өйткені шын мәнінде қоғамда судьялар одағының орны мен оның атқаратын міндеттері туралы көп азаматтар біле бермейді. Енді былай айтатын болсақ, өздеріңізге белгілі, сонау 30 жылдан астам бұрын егемендік алғалы бері мемлекеттің әрбір билігі өзінің нақты міндеттерімен айналыса бастады. Негізгі билікті 3 тармақтан тұратындығын айқындап берді ата заңымыз. Соның бір тармағы сот билігі. Соттар қауымдастығы 1996 жылы бірінші съезге жиналды. Бұл жердегі жиналу себебі, енді барлықтарыңыз жақсы білесіздер, көптеген мекемелерде, мынау советтер дәуірінде мынау кәсіподақ ұйымы болды. Ал енді судьялардың жаңағы мұң-мұқтажын, олардың жаңағы қорғанышы болатын сот саласында белгілі бір ұжым болған жоқ. Бүгінгі күні судьялар одағы, бұл судьялар қауымдастығының жаңағы кәсіподақ одағы деп айтуға болады. Сондықтан бүгінгі күні біз негізгі жаңағы жарлығымызға сай өзіміздің қойылған алдымызға міндеттер мен жаңағы атқаратын жұмыстарымыз нақты көрсетілген. Сол жерде біздің негізгі атқаратын қызметіміз бұл жаңағы халықпен ортадағы байланысты нығайту, соттың беделін арттыру, жаңадан тағайындалған судьялардың білімін көтеру деген мәселелер. Сонымен қатар сот этикасы бар бізде, сол съезде қабылданатын сол этика кодексінің сақталуында біз қадағалап отырамыз. Бұзылған жағдайларда жауапкершілік мәселесі бар, басқа мәселелерді осы жаңағы комиссиядан кейін жаңағы комиссияның шешімімен келіспеген жағдайда осы судьялар одағының орталық кеңесі қарап отырады. Яғни судьяның әдебі, яғни этикасына байланысты кәсіби кемшіліктер болса, қарапайым халық сіздерге арыз түсіре ме? Әлде бұның жаңағы шешім жолдары қалай? Әлде судьялар қауымдастығы өзі кемшіліктерді іздеп тауып отыра ма? Бүгінгі күні қолданыстағы заңдарға байланысты судья 2 түрлі жағдайда ғана жауапкершілікке тартылады. Қылмыстықтан бөлек. Бұл біріншісі жаңағы өзі қарап жатқан ісін қарау барысында өрескел қателіктерді, көпе көрінеу қателіктерді жіберген кезде ол жаңағы өрескел болып есептеледі де, жоғарғы тұрған саты сол төменгі сатының шешімін бұза отырып, оның жіберген қателіктерін өрескел деп танитын болса, онда бұл жауапкершілікке тартуға негіз болады. Енді оның тәртібі бұрынғы кездерде басқаша болса, бүгінгі күні кез келген сот шешімі жоғарғы тұрған сот инстанциясына келіп қаралған кезде өрескел деген жаңағы баға беретін болса жіберілген кемшілікке, онда ол сот жюриінде қаралады. Сот жюриінде қаралып, оған баға беріледі.
Ал екінші мәселе бұл этика мәселесі. Этика мәселесі бұл жерде нақты бір азаматтар арыздануы мүмкін, болмаса бұқаралық ақпарат құралдарда бір белгілі бір хабарлама шығып бізге жетуі мүмкін. Соның барлығын көріп отырып, бұл мәселелерді біз өзіміз қарап жатамыз. Бұл қалай қаралады дейтін болсақ, аудандық соттардан аудандық соттың алқа төрағаларына дейін, аудандық соттың судьясы бар, төрағасы бар, облыс соттың судьясы алқа төрағаларына байланысты жаңағы этика мәселесі бойынша туындайтын сұрақтарды бұл әрбір облыстардың жаңағы филиалдарында сот этикасы комиссиясы бар. Сол кісілер қарайды. Олар бірнеше адамнан тұрады. Ал енді жоғарғы соттың судьясы, жоғарғы соттың құрамы бар. Сосын облыстық соттың төрағаларының мәселесін жоғарғы сот жөніндегі этика комиссиясы бар. Сол комиссия қарайды. Әрбір басшы өзі келген мекемеде жаңалықтар енгізіп, ұсыныстар білдіруге ынталы болады. Сіз енді өте белсенді, судьялар арасында белсенді әрі сондай беделді тұлға ретінде жаңалықтар енгізуге құштар екеніңізді білеміз. Осы одақтың қандай жоспарыңыз бар? Енді жаңа басында айтып кеттім, оның негізгісі жаңағы біздің жарғыдан бастау алады. Ұстазымыздан сол жерде нақты көрсетілген біздің тағы да айтамын, немен айналысу, соттың имиджін, беделін көтеру. Сондықтан бүгінгі күні біз енді ойлауы мүмкін қарапайым халық, судьяларда қандай мұң бар, қандай жаңағы қиындық бар, олардың төбелерінен жаңағы қар мен жаңбырдың орнына ақша жауып жатыр. Істің барлығы оңай шешіліп жатыр, заңда көрсетілген, оның қандай қиындығы бар деген өкінішке орай осындай пікірлер туындап жатады. Енді бүгінгі күні бұрынғыдай емес, сонау совет дәуірінде халық заседательдері болды. Сол кісілер бізбен қоян қолтық бірге шешім қабылдап отыратын еді. Сол халықтың өкілдері біздің шешімді қалай қабылдайтынымызды, шешім қабылдау кезінде қандай қиындықтар болатынын біліп көріп отыратын еді. Сол кісілер әлі де бар шығар, ол кісілер бізді жақсы біледі. Ал енді бүгінгі күні халықтың сотқа қатысуы, бұл халық жаңағы алқабилер бүгінгі күні бізде үлкен істер бойынша алқабилер қатысып отырады. Ол кісілерде бүгінгі күні сол істерді қарау барысында қандай қиындықтармен біз кезігетініміз туралы жақсы біледі деп ойлаймын, бүге шүгесін. Ал енді жалпы бүгінгі күні іс қарау кезде көптеген қиындықтар туындап жатыр, оны біз айтып та жазып жүрміз. Неге дейтін болсақ, мынау құқылы мемлекетті құру, әділ Қазақстан орнату үшін тек қана мынау судьялар қауымдастығынан ғана сұрау, бұл мен ойлар едім дұрыс емес деп. Жалпы қоғам болып оған жұмыс жасауымыз керек. Құқық қорғау органдарын былай қойғанда қоғамның әрбір мүшесі өзінің үлесін қосу керек. Сонда ғана әділетті Қазақстан, құқылы мемлекет бола аламыз. Кез келген дауды біз шешу барысында жаңағы сол дауға қатысатын жәбірленушілердің өзі қылмыстық істер бойынша өздерінің жаңағы пікірлерін, болмаса жаңа өздерінің беріп отырған жауаптарын бірнеше рет өзгертіп жатады. Сондықтан әділдікке жету, әділетті шешім қабылдау, бұл өте қиынға түседі. Сондықтан осындай қиындықтар бар. Соны жеңе отырып, біз бүгінгі күні өзіміздің жұмысымызды өз деңгейінде атқарып жатырмыз деп ойлаймын. Судьялар қауымдастығына өкінішке орай бүгінгі күні қоғамда айтылып жатқан сын, өкпе, назар өте көп. Өкініштісі оның ішінде осы сын өкпелердің көбісі негізсіз. Өйткені біздің жаңағы жұмысымыздың қырын сырын білмей жатып, сырттан өкпе айту, томпышу, бұл өте дұрыс емес деп ойлаймын. Жай ғана статистиканы келтіретін болсақ, 19 жылдары 4,5 миллионға дейін жетті біздің соттарда, республикада қаралатын істер. Бүгінгі күні миллионның ар жақ бер жағында іс қарап жатырмыз. Сол жалпы қаралып жатқан істердің бар болғаны 10%-ның ар жақ бер жағындағысы ғана жоғарғы тұрған сатыға арызданып жатыр. Екі тараптың бірі, болмаса жаңа прокурор қатысып отқан істер бойынша. Сонда қараңыздар, 90% дау ешқандай жаңағы сұрақ туындатпай әділ шешіліп жатыр. Енді дау болғаннан кейін, ол шешім шыққаннан кейін екінші жақтың оған риза болмауы, болмаса жаңағы арыздануы, ол заңдылық мәселе. Сондықтан барып, осындай жағдайдың өзінде бар болғаны 10%-ға соттың шешімдеріне дау жаңағы шағым келтіріп жатқанды жоғарғы тұрған сатыға, мен ойлаймын, бұл үлкен көрсеткіш. Оның ішінде ар жағында бар болғаны 1% бен 2%-ның арасында ғана шешімдер өзгертіліп жаңағы не қылып жатыр. Енді осы айтайын деп отырған жаңа сіздің сұрағыңызға келетін болсақ, қандай мәселелерді көтерін деп. Енді мәселе көп сот саласында. Тағы да айтайын, жаңағы шешіліп қойған ештеме жоқ. 30 жылдан астам көзімізді ашқалы осы егемендікті алып сот реформасы жүріп жатыр. Құқылы реформа жүріп жатыр. Бірақ әлі де шешілмеген мәселелер шаш етектен. Мысалға судьялардың әлеуметтік жағдайы, сосын судьялардың жаңағы басқа да айлық мәселесі дейміз,
жаңағы жүктеме мәселесі дейміз, осының барлығы әлі күнге дейін шешімін таппай жатқан мәселелер. Мысалға, мынау үлкен қалаларда, Астанада, Алматы қалаларында аудандық соттар қазір біріктірілді. Өйткені бір ауданда жүктеме үлкен, бір ауданда жүктеме аз болды. Сондықтан енді ол жаңағы соттардың бәрі біріктіріліп жатыр. Енді оның екінші жағы бар. Айтады ғой орыстар жаңағы палка двух концов деп. Енді мынау көптеген аудандар біріккеннен кейін оны қалай басқару керек? Ол жердегі жаңағы механизм қаншалықты дұрыс жүреді. Ал енді сол механизмді тексеріп отыруға қаншалықты жаңағы соны қадағалап отыратын азаматтарда мүмкіндік бар дегенде сұрақтар туындап жатыр. Сондықтан бүгінгі күні сот саласында шешімін табатын мәселелер өте көп. Оның бір енді бүгінгі ең негізгі мәселе судьялардың жүктемесі мәселесі болып тұр. Судьялардың жүктемесі бүгінгі күні шын мәнінде мынау Астана, Алматы, үлкен қалалар бар, облыстық орталықтар бар. Олардың жүктемесі мынау аудандағы алыс шалғайда жатқан аудандардағы жүктемеден еселеп артық. Сондықтан осы мәселелерді шешу мәселесі бар. Енді судья өзінің қарап отырған ісін заңды, әділетті шешу үшін ол бүгінгі күні өкінішке орай күнде өзгеріп жатқан заңды біліп отыру керек. Сот практикасын біліп отыру керек. Ол үшін ол кісіге уақыт керек. Ал бүгінгі күні жүктемеде жаңағы үлкен соттардағы судьялардың оң жақ, сол жағына қарайтын уақыты жоқ. Сондықтан біз енді қазір ойлап отырғанымыз соттардың көмекші институтын кіргізсек пе деген ойымыз бар. Әрине оны мынау басшылар қолдаса, оның ішінде мынау заң шығарушы органдар біздің әріптестеріміз қолдаса, бұл жерде біз бір оқпен бірнеше қоянды атып алар едік. Біріншіден, сот көмекшілері бұл 1-2 жыл қызмет еткеннен кейін көмекші бұл ертеңгі судья, дайын судья. Осының арқасында бүгінгі күні біз жылдап мынау 10-15%-дан судьялардың бос орны тұр. Соған судья болатын адамдар таппай жатырмыз. Енді мынау біздің жаңағы көмекшілеріміз ол дайын пісіп жетілген азаматтар мен азаматшалар шығар еді. Екіншіден, судьяларға жаңағы көмекші болар еді. Үшіншіден, жалпы қоғамға бұның пайдасы тиетін еді. Бүгінгі күні негізгі мәселе не? Бүгінгі негізгі мәселе соттардың алдында тұрған бұл бұзылған азаматтардың құқығын қалпына келтіру. Осы жерде жаңағы заңдарды уақытылы жаңағы өзгеріп жатқан заңдармен танысып, сот практикасын зерделеп, жаңағы іс бойынша да қаншама ұйымдастыру мәселелерінде уақыт кетеді. Осы мәселелердің бәрінде сот көмекшісі жаңағы өзінің үлесін қосып отыратын болса, онда біздің жалпы қоғамға бұның берері көп болар еді деп ойлаймыз. Бүгінгі күні қоғамның негізгі бір сауалының бірі судья шешімді тәуелсіз қабылдай ма, немесе үкімді өзі тәуелсіз шығарды ма, оған басқа бір басым күштер ықпал еткен жоқ па деген сияқты сауалдар туындайды. Кей кезде сол мәселенің аясында сенімсіздік те білдіріліп жатады. Бүгінгі күні әлеуметтік желі бетінде мысалы халық қалаулыларының арасында немесе жалпы қауымның арасында судьяның қызметіне күмәнданатындар бар. Және олар оны кейде жаңа өзіңіз айтқандай кейде анықтай жатып, кейде дәлелдерге негіздеп, кейде дәлелсіз де баяғы айтқанда болса да болмаса да айтқаным айтқан деген сияқты бір қара дақты жаға салу мақсатымен де айтуы мүмкін. Сондай кездерде енді жалпы біздің қоғамда судья тәуелсіз болу үшін біз қандай әрекеттерге баруымыз керек? Енді бұл орысша айтқанда вечный сұрақ дейді ғой. Бұл өмір бойы тұрылатын сұрақ шығар. Бұған бір философ былай айтқан екен дейді. Орысша айтатын болсақ жаңағы живя в обществе, нельзя быть независимым от общества. Қоғамда тұрғаннан кейін сен қоғамға қалай болғанда тәуелдісің дейді. Сондықтан абсолюттық немен алған кезде ол ешкімге тәуелді емес судья болмайды. Біріншіден. Екіншіден, ең негізгі біздің тәуелділігіміз бұл заңға тәуелдіміз. Вот заң аясында жұмыс жасаймыз. Өкінішке орай көп жағдайларда бізде заңнан кемшін тұстар кетіп жатады. Заңда өзгерту керек деген пікір бар негізгі. Бірақ сол заңның өзгертуі өте үлкен жаңағы уақытты талап етеді. Сондықтан өзгермей жатады. Өткенде мен бір ғана мысал келтіріп кетейін. Осы көптеген заң жобаларын талқылап жүрген кезде парламентте бірнеше рет болдым. Сонда парламенттегі депутаттар жаңағы неге мынандай шешім қабылдайсыздар деп бізге сондай бір нелерін білдіріп жатыр. Өкпе наздарын айтып жатыр. Біз айтамыз, заңда өстіп ақ парақта қарамен жазылып тұрғаса, біз оны қалай қолданбасқа? Біз заңның құлымыз.
Сондықтан көп мәселелерде қарапайым халық, осы қарапайым халықтың емес, жаңағы заңгерлердің өзі, жаңағы депутаттардың өзі мен барғанда маған сұрақ қойғандағысы сол: сіздер мындай шешім неге шығарсыз? Мен егер мындай шешімді біз қалай шығармаймыз, егер сіз заңға осылай жазып қойсаңыз. Міне мәселе қайда жатыр. Егер жаңағы депутаттардың өзі осы екі ара жікті ажырата алмай отырса, қарапайым халықтан не сұраймыз? Мысалға бір ғана мысал, мынау киіктерге байланысты мәселе. Киіктерді атып алдыңыз ба, болмаса киіктің сіз мүйізін тауып алып қалтаңызға, болмаса жаңағы тағы бір жерге сақтап қойдыңыз ба, екеуінде айырмашылық жоқ. Сіздің жаңағы мүйізді ұстап жүргеніңіз үшін жаза да бір, жаңағы оған салынатын айыппұл да сондай үлкен еселеп не қылады. Енді сол заңда нақты жазылған. Біз айтамыз, онда сіздер мынаны бөліңіздер. Тауып алған жағдайда мынандай мәселе болсын, ал енді өзі атып алған жағдайда дәлелденсе жаңағы ол мұнда мындай мәселе болсын. Мындай жаза қолдансын деп. Сол міне бірнеше жылдан бері қазір депутаттар ол мәселені әлі де көтеріп жатыр, бірақ шешім әлі қабылданған жоқ. Бірнеше жылдан бері осы көтерілгеннің өзінде. Міне осындай мәселелер көп болады да, сосын тағы да айтам, қарапайым халық оны кім заңды қолданады, сол адамды кінәлайды. Вот өкініштісі осы. Заңды шығарушы орган өз мүмкіндіктерін қолдана отырып, заңдағы кемшін тұстарды, нормаларды түзеуі керек. Сол кезде ғана біз судьядан талап ете аламыз, неге дәл мына жерде заң нормасы дұрыс қолданылмады деп. Сол сияқты мәселе. Енді бұл әрине тарқата бастасақ ұзақ уақытқа созылып кететін әңгіме болады. Жаңағы негізге тағы бір мәселе айта кетейін, қаншалықты судья тәуелсіз деп. Енді осыдан 4 жыл бұрын өткен 8-ші съезде Қасым-Жомарт Кемелұлы нақты атап айтты. Судьялар кімге тәуелді, қалай тәуелді екендігі. Енді өткен съезде бұл мәселе көтерілген жоқ, бірақ сол 4 жыл бұрынғы айтылған мәселе әлі күнге дейін қалып қойды. Мысалға қараңыздар, бүгінгі күні құқық қорғау органдарының мен өз айтайын, олардың жалпы психологиясы, ол кісілердің де қауымның да психологиясы өзгеруіміз керек. Сотқа іс не үшін келеді? Сотқа іс келеді соның әділдігін, ақ қарасын анықтау үшін. Ал енді ол ақ қара нақты қылмыстық істерге келетін болсақ, жаңағы жағылған күйі дәлелденбесе, онда ол ақталып шығу керек. Соттың шаруасы сол. Ал енді бүгінгі күні қоғамда да өкінішке орай. Ал енді біздің мынау жаңағы құқық қорғау органдарының бірінші басшыларының өзі үлкен тұлғалы азаматтар сол ақтау үкімін дұрыс қабылдай алмайды. Түсіндіңіз бе? Енді ондай болатын болса, жаңағы айыптау актісі дейді, соған қолды қойып жіберу керек. Ал енді сотқа келген уақыт алу керек. Дәлелденбеген мәселе. Бізде мына жаңа презумпция невиновности деген бар. Енді құқық қорғау органы, кінәсіздік презумпциясы. Енді құқық қорғау органы жаңағы айтқанын дәлелдеу керек қой іс жүзінде, нақты. Өкінішке орай көп жағдайда олардікі болжамды болып келеді. Көп жағдайда да олардікі қарама-қайшы болып келеді. Сол кезде сотта көптеген қиындықтар туады. Ақтау үкімі бар бүгінгі күні бізде қоғамда, бірақ өз деңгейінде емес деп мен ойлаймын. Мынау ақтау үкімі бүгінгі күні біздің қоғамда бұдан көбірек болу керек. Неге десеңіз, енді өзі заңдылық қой. Прокурор мен тергеушінің айтқанының барлығы қара дегені қара бола беретін болса, сонда сот қайда қалды? Сонда жаңағы екі ортада жүрген адвокаттар жылап еңіреп, мынаның ешқандай кінәсі жоқ, мынандай мәселе, мынандай жерде қате кетті, мынандай жерде мынау заңды бұзды деген мәселелер бар. Осының барлығы сүзгіден өту керек та, өзінің әділ бағасын алу керек. Сонда мысалға сотқа келген жаңағы дәлелденген кінә бойынша біз үкім шығарып отырсақ, дәлелденбегендігін алып тастап отырсақ, сонда екі жақта дұрыс қабылдай беру керек. Жәбірленушіде қабылдау керек, бұны айту керек, бұл сот емес деп отырған. Бұл мына басқа мынау алдыңғы сатыдағы тергеу органдары дәлелді нақты жинаған жоқ. Дәлелі жеткіліксіз болды. Или дәлелі жаңағы орысша неубедительный дейді ғой. Бұл сенімсіз нақты емес деген мәселе болу керек та, осындай жерде сотқа негізі ара жігі ашылып жату керек. Сондықтан әрбір жаңағы тұлға, лауазымды тұлға сескеніп отыру керек. Ай, мынау қалай болар екен? Ертең сотқа барғанда өтеді ме екен, мына іс өтпейді ме екен? Вот деген осындай мәселе тұру керек. Ал енді жоқ, мынау айқайлатқан, шулатқан іс, өкінішке орай жаңағы қоғамдық резонансқа кіріп кететін істер болса, бұл жерде өте қиын судьяға. Қаншама ол кісіге жаңағы қысым болады, болмайды деп айта алмаймыз. Жазған іспен ол екі жақтан да болады. Сондықтан осындай істердің барлығында ақ қарасын анықтап алу үшін судьяға барынша еркіндік берілу керек. Судья шығарған шешімі бойынша, оның ішінде жаңағы ақтау үкімі бойынша ешкім алдында заңда көрсетілген жауап бермейді.
Сондықтан осындай қағидаларды басшылыққа көбірек алғанымыз дұрыс сияқты деп ойлаймын. Әрине бүгінгі күні көп жұмыстар тағы да айтам атқарылып жатыр, ақтау үкіметі шығып жатыр. Ал енді халық бәрін көріп отыр ғой. Сондықтан халықты біз бүгін алдай алмаймыз. Халықтың алдында біз ақты ақ, қара қара деп айтсақ қана, судьялар сонау ғасырлардағы билер институтындағы билердің шешендігі мен тапқырлығымен шығарылған шешімдерін халық қалай қабылдады, бүгінгі күнде солай қабылдау керек деп есептеймін. Судья мысалы жеке үкімді немесе шешімді шығаратын тұлға болғанымен, артында қорғаны болатын өзінің судьялар одағы сияқты ұйым бар екеніне сенімді бола отырып, ары қарай өзінің жаңағы шын мәнінде шындыққа жанасатын, шындыққа толы шешім мен үкімді қорықпай қабылдау керек дейсіз ғой. Сонда одақ оны қорғауға дайын ба? Әрине, одақ та жалпы мемлекетте оны қорғауға дайын. Ол тағы да айтамыз, тек қана жаңағы заңды басшылыққа ала отырып біз жұмыс жасауымыз керек. Мен осыдан бұрынғыда бір-екі осындай сұхбаттарда айтып жүрдім. Судья әрине білімді болу керек, білікті болу керек, заңды білу керек, заң тәжірибесі болу керек. Бірақ ең негізгісі бүгінгі күні біздің судьяларға жетіспей жатқанымыз жаңа азаматтық батылдылық. Өзіңіз жаңағы заңға сүйене отырып шешімді қабылдауыңыз керек та, сосын сол шешімді қорғай білуіңіз керек, жаңа қажет болған жағдайда. Ал енді судьялар қауымдастығы тағы да айтамыз, бүгінгі күні мынау жауапкершілікке тарту мәселесі мен жаңа нақтылап айтып бердім ғой, өрескел қате, басқа қате деп. Сосын бүгінгі күні біздің алдымызға қойып отырған тағы бір мақсатымыз, мысалға осы уақытқа дейін бас прокурор, жоғарғы соттың төрағасы, министр юстиция дейміз, әділет министрлігі, тағы біраз үлкен лауазымды тұлғалар жаңағы соттың кадрымен айналысатын, кадрлық саясатпен айналысатын жоғарғы сот кеңесі, бүгінгі күні білесіздер, жоғарғы сот кеңесі бүгінгі күні судьяларды тағайындайды, судьялардан емтихан алады, басқа шаруалар істейді. Осы жоғарғы сот кеңесіне судьялар одағының төрағасы өзінің лауазымдық жаңа қызметінің арқасында міндетті түрде кіру керек деген біз ұсынысты енгізейік деп отырмыз. Неге дейтін болсақ, енді біз жаңағы кәсіподақтың рөлін атқаратын болсақ, ол кісілерді тағайындаудан бастап жаңағы жауапкершілікке тарту мәселесі бар. Соның барлығында басы қасында жүріп, сол кісілерді керек кезінде қорғап, мәселесі туындаған кезде шын мәнінде оның жаңа кінәсі болатын болса жауапкершілігін тартып, судьялармен қоян қолтық жұмыс жасауымыз керек. Енді Досжан Сарманқұлұлы, сіз жаңағы енді судьялар одағының негізгі стратегиясында, бағытында, бағдарында өте жақсы түсіндіріп бердіңіз. Енді көпшіліктің де осыған қатысты сауалдарына толық жауап алды деп ойлаймын. Жалпы енді судьялар одағының да, жалпы судьялар қауымының да проблемасы жетерлік. Бір бағдарламада оны толық жеткізу мүмкін емес. Сондықтан да сізге ұсыныс, осы бағыттағы әңгімемізді ары қарай жалғастырсақ, келесі бағдарламамызда да осы судьяларға қатысты мемлекеттік тіл мәселелері бар, өзге де әдеп мәселесіндегі сұрақтар бар. Тағы да басқа осы судьялар одағының атқаруына тиісті міндеттерді талқылап көрсек, сіз қарсы болмасаңыз, келесі бағдарламаға қонаққа шақырамыз сізді. Жақсы, рахмет. Жақсы. Онда олай болса біздің бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Келесі көріскенше аман болыңыздар.